Қайырлы кеш, құрметті магистранттар. Бүгінгі біздің төртінші дәрісіміз тақырыбы туристік кластерді қалыптастырудың әдістемелік аспекттері. Қарастырамыз. Дәрістің мақсаты мен міндеттері. Дәріс мақсаты туристік кластер құру әдістемесін, кезеңдерін және құрамдас бөліктерін ғылыми негізде түсіндіру. Магистранттарға туристік кластерді жоспарлау мен басқаруда қолданылатын әдіснамалық тәсілдер туралы білім беру және нақты аймақтық мысалдар арқылы тәжірибелік түсінік қалыптастыру. Дәріс міндеттері: кластер қалыптастырудың кезеңдері мен әдістемелік негіздерін жүйелеу. Туристік кластер құрылымының негізгі элементтерін анықтау. Туризмдегі кластерлік даму моделінің практикалық деңгейде қолдануға үйрету. Туристік кластердің тиімділігіне әсер ететін факторлерді саралау. Магистранттарға кластерлік ойлау мен жүйелі жоспарлау қабілетін дамыту. Туристік кластер қалыптастырудың ғылыми әдістемелік негіздері. Кешенді тәсіл. Кешенді тәсілде экономикалық, әлеуметтік, экологиялық жүйе қарастыру. Екіншісі, жүйелік принципте барлық элементтердің біртұтас жүйе ретінде қарастыру. Үшіншісі, интеграциялық тәсіл мемлекеттік, жеке және қоғамдық секторлардың ынтымақтастығы. Төртінші, жергілікті ерекшеліктерді ескеру. Қалыптастыру кезеңдері. Әдістемелік тізбек. Бірінші кезең аймақтық талдау. Аймақтық талдау үш неден тұрады. Біріншісі, табиғи, тарихи, мәдени ресурстардың қорын зерттеу. Екіншісі, туристік әлеуетті анықтау. Үшіншісі, географиялық орналасуды, көлік қолжетімділігін талдау. Қалыптастыру кезеңі бұл үшеуі де тарихи, мәдени ресурстардың қорын зерттеу керек. Енді әрбір аймақтарда әртүрлі қорлар кездесуі мүмкін. Табиғи, мысалы, көшелерде қорықтар, қорықшалар, парктер болуы мүмкін. Енді тарихи, мәдени ресурстар барлық аймақтарда кездеседі. Өзінің аймақтық даму деңгейіне байланысты, тарихи қалыптасу. Ал екінші, туристік әлеуетті анықтау. Енді әрбір аймақтарда әртүрлі туризм түрлері дамиды. Соларға талдау жасау керек. Кейбір аймақта экологиялық туризм, кейбір аймақта белсенді туризм, кейбір аймақтарда мысалы іскерлік туризм, кейбір аймақтарда емдік сауықтыру туризм. Осыны біз анықтап алуымыз керек. Ал үшіншісі, мысалы, географиялық орналасуды, көлік қолжетімділігін талдау. Енді әрбір аймақтарда мысалы географиялық орналасу аймақтары әртүрлі. Мысалы, кейбір аймақтарға көліктік инфрақұрылым әліңі жетпегендігі, әліңді кейбір аймақтарда инфрақұрылым толық дамымағанына байланысты соны талдау жүргізу керек. Ал енді қолжетімді көлік түрлері, бұл жерде күнделікті көлік бара ма, бармай ма? Мысалы, темір жол көлігі, әуе көлігі, жеңіл көліктер, осыларды қарастыру керек. Екінші кезең моделі тараптарды анықтау. Ішкі және сыртқы стейкхолдер. Ал енді жергілікті билік органдар. Ал енді жергілікті билік органдар осы бар ма, осы туризм дамытуға мүмкіндіктері бар ма, жоқ па? Дамытуға қолдау көрсете ме, көрсете ме деген сияқты жергілікті билік органдардан. Ал туристік бизнес субъектілер. Бұл жерде бұрын қандай туристік субъектілер? Бұл жерде қонақ үйлер, турфирмалар, турагенттіктер, туроператорлар, турбазалар, сонымен қатар санаториялар бар ма, жоқ па? Соған байланысты талдау жасау. Онда қоғамдық ұйымдар. Қоғамдық ұйымдарда бұл жерде белсенді ат салса ма, салыспай ма? Осыған және де жоғарғы оқу орындары, зерттеу институттары. Бұларда осы персоналдарды дайындауға қоғамдық зерттеу оқу орындары бар ма, жоқ па? Не жергілікті зерттеу ұйымдар туралы анық болу керек. Үшінші кезең кластерлік стратегия әзірлеу. Мақсатта кластер осы стратегия әзірлеуде ішіндегі талдау жасау керек. Мақсаттар мен
миссияны айқындап алу. Екіншісі, кластер мүшелерінің міндеттері мен жауапкершіліктерін бөлу. Әрбір бұл кластерда стратегия әзірлегенде жерде басшылар болады, мүшелері болады, әрқайсының міндеттерін анықтау керек. Ал үшіншісі, әлеуметтік экономикалық және экологиялық әсерді болжау. Енді әлеуметтік экономикалық экологиялық процестерді расында анықтау керек. Әсер ете ма біздің қоғамдық несі? Экономикалық табыс таба аламыз ба, экологиялық жағдайға біз кері әсер әкелеміз бе, әкелмейміз бе деген жақты оларды анықтау қажет. Төртінші кезең инфрақұрылым және инвестициялық база құру. Туристік жолдар, көлік, сонымен қатар инфо орталықтары, тұру, тамақтану, сервис сапасын жақсарту. Үшіншісі, жеке сектор мен мемлекеттік серіктестігін дамыту. Енді бұл жерде осы мемлекеттік ұйымдар мен жеке кәсіпкерлер арасында ынтымақтастық бар ма жоқ па, осыны қалыптастыру керек. Мемлекет қандай қолдау береді жеке кәсіпкерлерге? Оларда бір анықтап әрекет жасау керек. Бесінші кезең тур өнімді әзірлеу және маркетинг. Енді туристік бағыт, бұл туристік бағыт брендингі, бұл енді туристік бағыттарды анықтау керек. Әрбір аймақтарда әртүрлі, бағана айттық қой, туризм түрлері дамуы. Осы туризм түрлерін анықтауда бағыттарды біз анықтап алуымыз қажет. Одан кейін тур пакеттерді жасау. Тур пакеттерді жасауда қарастырылатын тур пакеттің ішіне кіретін қызметтер, бұлар біріншісі тасымалдау қызметі, одан кейінгісі тамақтандыру қызметі, одан кейінгісі орналастыру қызметі, одан кейін қосымша қызметі. Біз осы тур пакетті жасауда бірінші тасымалдау, біз қандай көліктермен жеткіземіз, көлік құралдарымен. Екіншісі, қандай орындарда орналастыра аламыз. Олармен келісім шарттар бар ма жоқ па, осыған әрекеттер жасауымыз керек. Содан кейін тамақтандыру жүйесі қалай? Қоғамдық тамақтандыру жүйесіндегі ол жерде 3 жұлдызды, 4 жұлдызды, 5 жұлдызды мейрамханалар, немесе ұлттық мейрамханалар бар ма, кафелер? Осыларға талдау жасауымыз қажет. Ал енді үшіншісі, диджитал маркетинг, халықаралық платформаларға шығу. Енді диджитал маркетинг бұл енді барлықтарыңызға түсінікті. Сондықтан ары қарай осы әлемдік деңгейде жылжытуда, сатуда біз қолданатын кейбір платформалар бар. Әлеуметтік интернет желілері арқылы сатудың біз неше түрлі тәсілдерін әзір 21-ші дамып кетті. Сондықтан осыларды интернет арқылы сату жүйесін қалыптастырып, жаңа платформаларды ашу. Алтыншы кезең мониторинг және бағалау. Бұл енді көрсеткіштер. Көрсеткіштер, келушілердің саны, табыс, жұмыс орны. Қанша адамға жұмыс берілді, келушілердің саны қанша жыл сайын осы жолға. Ал енді қанша табыс табады, мемлекетке қанша салық төлейді. Ал одан кейінгісі сот талдау, фейс талдау, маркетинг тәсілдерін арқылы бағалау. Біздің кез келген осы құрып жатқан немізге байланысты сот анализдерде мысалы 4 жақты мықты жақтарымыз, әлсіз жақтарымыз, күшті жақтарымыз сияқты оларға тез талдаудағы талдау процестерін жүргізуіміз қажет. Енді үшіншісі, үнемі жетілдіру механизмдерін қалыптастыруымыз керек. Енді әр нәрсе жаңадан қалыптаспайды, және де бұрынғыны жойып тастауы келмейді. Сондықтан оны бар дүниені үнемі жетілдіріп, қалыптастырып, дамытып отыруымыз керек. Енді келесі кластер құрылымының компоненттері. Енді кластер құрылымның 4 несі бар. Біріншісі ядро, негізгі туристік ұйымдар, болған туристік фермалар, қонақ үйлер, тур базалар, санаториялар, тағысын тур агенттіктер, тур операторлардың барлығы осы негізгі туристік ұйымдарға жатады. Ал инфрақұрылым, көлік, байланыс, логистика. Енді осы инфрақұрылымда көліктің қандай түрлері туристік объект немізге жете аламыз.